Марсель, сен қандай видеоны көресің, мен білемін да. Марсельге вызов тастап, әр қазақ вызов тастап, оны көтін шелектей қылмақ қойыңдаршы, өтініш. Марсель. Барлығы Марсельге вызов тастауда. Еркебұлан Тоқтарды жеңгеннен кейін. Осы бейнеде Марсельдің жауабын және кімдер вызов тастап жатыр барлығын білетін боламыз. Марсельдің келесі жекпе-жегі кім болады екен? Барлық қызықтар тек біздің арнада, Төбелес арнасында. Арнаға тіркелуді ұмытпаңдар, біз бастаймыз. Ассалаумағалейкум қазақ жігіттер, бауырлар, достар. Енді кеше Еркебұланның ұтылып қалған жекпе-жегі біразына ауыр тиді, маған да ауыр тиді. Енді қолдап жатқан бауырлар бар, хейтерлар бар, жазып жатқан анау-мынау хейтерларға ұрған бар конкретно. Маған өтіп кетіп жатқаны өзіміздің тренер бауырлар, тренер әр қаладан достарым дұрыс тактика қойылмады, дұрыс дайындалмады, сол оқиға дұрыс істемеді дегендей. Сендер білмейсіңдер тренировкада біз қалай жұмыс істегеніміз. Сол бір ай қандай тактика қойдық, Марсельдің не жұмыс істеп жатқанын мен оны білем, қалай жұмыс істеп жатқандарын. Не, сол қол прямой, арт қолы атылады, сол оқиға, любой сол оқиға отырады, арт қолымен атылады. Соның барлығы снизу, прямой, разрез ударлар. Тренировкада, отработкада соны істедік. Бір ай бойы таш істедік. Бойға шықтық, шықпай қалды. Болады ондай. Салмақ па, может, артық көп салмақ қойып қойған. Дұрыс восстановление, ол да дұрыс болған жоқ. Просто оны танымай қалдық бойға шыққан кезде. Ол өзі де айтып отыр, біз көріп отырық шеттен. Гуглда айтып отырмыз. Басқа Еркебұлан болып шықты, мен түсінбедім соны. Ответ айтатыным жігіттер, енді Мұхит ағамыз айтып отыр ғой. Тренердің кінәсі жоқ. Осындай рахмет, братан. Көп оны да түсініп отырмын. Ол да бапкер, ол да түсінеді. Бірақ Еркебұлан өзінікін алады по-любому. Реваншта Еркебұлан постоянно өзінікін алған. Ұтылған бой соперникпен келесі реваншты алған. Марсельге вызов тастап, әр қазақ вызов тастап, оны көтін шелектей қылмақ қойыңдаршы, өтініш. Қалай мен бойдың алдына серьезно бардым да, тура сондай болып қайттым. Болды. Ол потому что мен өзім солай жүремін. Өзім болмысым сондай. Ыржың емес ол. Бойдың алдына мен солай барам, турнирдің алдына. Тура солай қайтам. Ұтылса да, ұтса да. Мен өзім ұстаным сондай. Әлем деңгейде бокс атқан боксшыларымыз бар Қазақстанда. Олимпиадаға барып атқан боксшыларымыз бар. Ұтылып қалып атқандар бар. Біраз қазақ жігіттер оны білмейді. Ондай спортсмендер бар екен біздің Қазақстанда шынымен. Ал Еркебұлан ұтылған кезде біраз адамның қабырғасы қайысты. Біз ондай ошибкалармен жұмыс істейміз да енді болашақта. Одан кейін букмекерге сатылып кетті ма? Букмекерге қанша сатылды, қанша төледі? Мен білетін Еркебұлан ешқандай букмекерге ақшаға өзінің арын сатпайды ол. Мен сендерге прямой айтамын, бетіме келіп айтыңдар болмаса, сатылды ма, сатылмады ма деп. Ал жігіттер Еркебұланның тактика жағы, школа жағына келіп айтып жатқан тренер бауырлар, достар, сендер Еркебұлан сияқты осындай медиа баланы алдыңдар да, с нуля дайындаңдар да, осындай аз уақытта сондай деңгейге жеткізіп көріңдер. Қолдарына келсе. Еркебұлан досым ғой, басынан келді ма, тегін дайындалды ма? Қазіргі медиа любой жігітті алдыңдар да, солай тегін дайындаңдар. Тегін дайындауға ешқайсыларың желанияларың жоқ сендердің. Сол айтарым сендерге. Дайындаңдар, осыны аз уақытта школасын қойыңдар, осыны дәрежеге жеткізіңдер, осыны школа, осыны ударға қойыңдар, сол кезде әңгімелерің айтсаңдар жарасады. Сол үшін жігіттер, давайте, короче. Ассалаумағалейкум қырғыз елім, ассалаумағалейкум қазақ бір туғандар. Мынаке Еркебұланмен бойды өткізіп алдық. Еркебұланның шығарып жатқан видеоларын көріп отырмыз, тренерінің сөйлегендерін көріп отырмыз. Бұл жерде айта кетші нәрсе. Еркебұлан менен тренері хайп қыламын деп атып, айып қылып алып жатады да. Неге дегенде бұл жерде бір Еркебұланды ұтып өзбек менен қырғыз сүйініп атады дейді да. Национальный нәрсені қошпош керек да. Мен еш қашан бір жерде Қазақстан же Өзбекстан деп национальный сөз сөйлемеймін да. Бұл жерде қырғыз, өзбек, қазақ почти бірілі ол денемізделе, телевизделе бардығыз бірдей. Ошол себептен мен мысалы лично Москвада жүріп же башқа жақта жүрсем, мен қазақ бір туған, либо өзбек бір туғандар болса, мына видеодан көріп алса деле, может жазаттыр өздері. Мен жардам беріп, көчөдөн келіп, башқа ұлттар келіп, өзбекке же қазаққа келіп, мен тиіссе мен бірінші чурқа апарат элем. Мына өтө көп мен өзбек туғандарға жардам бердім. Көчөдө бирөө келип ызылдашып кетсе, мен барып, не болуп атат, бул мен жердешим депчи. Ошол себептен тура жагына хайптайм, тура жагына кылыш керек да. Текеберчилик өтө көбөйүп кетти. Мен бойдон кийин эчтеке сүйлөдүм. Бойго чейин Еркебұлан, Марсель слабый, Марсель только интернетте бойго келгенде мына көрдүк. Мешок экен, реально мешок экен. Раздоо ура албайт экен. Даже аркаңкы кол, бир колум бар, муну бар деп атты эле. Иштете албады, титиреп коркконунан көзүнөн билип атты. Мен каждый раундда давай урушайлы деп, реванштан көрөбүз, анан минте грамотный болуштун кереги жок. Кандайсың башында азырам ошондайсың. Матч ойнасам өчүп калды, анан менде акчам токмун деп.
тоқ болсаң ашып барса бір машинаң менен бір үйің бар. Флойд Мейвезер жүрбөйбү урушуп, Геннадий Головкин жүрөт Казакстанда. Менмин деген миллионерлер урушуп жүрбөйбү. Как будто бір машина менен бір iPhone телефон анан агайыңа бір $100 берип алып, мен тоқмун деп, мындай шылтоонуям эбичегим менен сүйлөш керек. И бойдон кийин мен айттым, Эркебуланды уважать этем мен. И личный эчтеке дебем, тренеринен дагы барып кечирим сурадым. Тренерин кечирип кой. Берки досунан айттым, кечирип койгула мындай. Чисто мындай бойго чейин ушундай раскрутка болду деп түшүндүрсөм, үчөө тең керсет, не кыла аласың деген. Бойдон кийин Эркебуландын акылы болсо, мен болгондо айтат элем. Казак туугандар, мынакей Эркебулан эгер утулуп калсам случайно, айтат элем, казак бир туугандар, мына Эркебулан күчтүү экен, мен кулачкам слабый экен. Чемпионуңарды достойный тосуп алга деп айтат элем. Анан мен мынандай, андай керсе, мына текебер адам эч качан Кудайга жакпайт. Текеберчиликти коюш керек. Карапайым болуш керек. Биз жаралдык. Биз деле ашып барса бир 50 жыл жашаганыбыз жашайбыз. Болсо биз деле өлө турган адамбыз. Анчалык тренериң деле звезда, сен дагы звезда. Утулдуң, мойнуңга ал. Реванш каалайсыңбы? Лигаларга айт, реванш кылсын. Реваншта ham ошондой, мына ошо. Андан ham жаман болду. Ушунчалык уверенность, ушунчалык жиним келип атат. Андан ham жаман болду. Мен антип мактана албайм да, бойдон кийин мынтип жаман көрүнүп калбайын дейм. Элгеч казак элине жаман көр. Бул спорт деген достук да, мисалы. Наоборот, экөөбүз ушундай казак кыргыз бир тууган урушпагыла деп ошентиш керек. Анан туруп алып эле керсе тике бир болуштун кереги жок. Так что ынтымакта болойлу, кыргыз элим, казак эли, мына мен силерди өтө жакшы көрөм, реально. Силер Казакстанга жылына 10 жолу барам, реально, лигалар чакыргандачы. Каждый второй казак келип, Марсель бауырым, молодец деп. Мына ошо күнү дагы турнирде казак балдар жүрдү, мен ар бири менен сүйлөшпөй, жардам керек, эмне кылыш керек. Өзбекстандык боецтер жүрдү, мен барып бир жерлерден тамак алып берип, жигиттер мындай кылгыла, силер аз акчаңар жок болсо деп мен өзүм кылып берип атам. Ушинтип жардам бериш керек, наоборот, ошем жардам берип, ушинсеңер, казак деген же болбосо өзбек деген же болбосо кыргыз деген ушундай жакшы адам экен деп жакшы жагынан кабыл алат. Жакшы жагынан көрсөтүшкө аракет кылайлы мамлекетибизди. Биз спортсменбиз, бизди көп адам көрөт. Мамлекетибизди жакшы жагынан көрсөтүшкө аракет кылайлы. Антип жаман негатив айтып, мындай, андай деп бөлүштүн кереги жок. Ошол себептен казак элине дагы чоң рахмат, Өзбекстан дагы жакшы колдоп атат. Кыргыз элим, силер жүрөктөсүңөр. Кыргызстан үчүн жүрөгүм бергенге даярмын. Кыргыз казак бир тууган. Marcel, gelmeşin bağırım sana kişilerim обращение. Na kişi Erkebulан, önümde oturup, көп демалып, расларын сейіт қама. Жақсам дайындал давай. Құдай қаласа жекпе-жегіміз болып қалса, мен сені сыйлаймын Gelmeşin. Я тебя уважаю очень сильно. Інім ретінде, бауырым ретінде. Но внутри ринга, білесің ғой, оның бәрі болмайды. Я тебя уважу, родной. Ренжіме. 39 жасар шал ағаң сені құлатады. Ұйқыға жібереді, но это факт. Так что, сен үшін ММА'дің перчаткасын кидім. Неудобно екен, өмірінде бірінші мәрте киіп атым сен үшін. Сол Gelmeşin, не расслабляйся. Всем салам алейкум, всех приветствую. Ал спортты жақсы көретін жекпе-жектің жанкүйерлері, аға бауырлар, бұл сіздерге. Соңғы жаңалықтарға байланысты, Эркебулан мен Марсельдің бойына байланысты Марсель отты. Және де бұл жерде Марсельге бұл айтқанда екінің бірі выз тастап жатыр. Сөзін ашыға. Марсель екеуміздің арамызда негізі бітпей қалған әңгіме бар. Оны Марсель сен өзінде жақсы білесің. Және де бірақ қазір сен уже хайпқа тойып алған шығарсың. Кім көрінген саған выз тастап жатыр, саған шамасы жетпейтіндер көп. Сен өзінде біліп тұрсың. И сен солардан көбінесе соларға ғана отталкивать етесің да. Бұл жерде Марсель былай ғой әңгіме. Екеуміздің бітпей қалған әңгімемізді бұл жерде аяқтау керек. Және де мен соңғы осы беріп жатқан сұхбаттарыма байланысты көбісі дұрыс түсінбей қалып жатыр. Менің салмағымдағы пояс Эркебуланда емес, басқа, мысалы Марсельде болса да, Тони Фергюсонда болса да мен дәл солай айтатын едім. Бұл жерде маған принципиально Эркебуланға емес, бұл жерде маған просто пояс керек, сөзін ашыға. Және де Эркебулан өзінің соңғы айтқан сұхбатына байланысты Эркебулан уже тоқ, ал мен аш баламын. Мен оны сеземін, және де мен сіздерге уже 2-3 рет айтқанмын, аш бала тоқтауын ойнамайды деп. Ал Мұхит ағай, сізге келетін болсақ, сіз өз жолыңызды маған беріп, өзіңіздің залыңыздағы балаларға өзіңіздің біліміңізді
айтып, үйретіп, сол балаларға тренер болып жүре берсеңіз өзіңізге жақсы болар еді. Сізге бұл жерде сөзін ашық былай айтқанда хайп қана керек қой. Ал бұл жерде Марсель екеуміздің арамызда аяқталмаған әңгіме бар. Енді Марсель бұл жерде әрине менен қашады ғой. Марсель менен қашудың қажеті жоқ. Бұл спорт. Тем более өзіңде біліп тұрсың. Мен көзімдегі отты көріп тұрсың, қалай пахать етіп жүргенді өзіңде білесің. Так что Марсель осы вызовты қабылдап, Алла қаласа, без разницы қандай правиламен болсын. Бокс, кулачка, ММА, өзіңде біліп тұрсың маған без разницы екен. Ал Еркебұлан сен кулачканы отсам, онда кулачканы көріп жасақ болады. Марсель, көп сөзді қойып, қорықпай, маған просто адрес и время айтсай, қай жерде, қандай правиламен бұл вопрос шешетімізді. Мен саған бір раунд лап арамда, дайындалмай-ақ бара берем ғой. На связи. Короче, мұхит сияқты сөйлей алмаймын. Мұхит сияқты кішкене андай ұзақ сөйлей алмаймын да, көңіл айтып деген сияқты. Бізде тық вопрос-ответ қой, вопрос-ответ болды бізде деген. Короче, тема мандай достар. Енді мұхиттың видеосын қарап отырмын да, ана өзбектің айтып отқанын ана Марсельге осылай деген сияқты. Енді мен ойлаймын да, бізде Қазақстанда медиа боецтар, например, бізде, например, шайдың қағазы емеспіз ғой, бізде де просмотр бар, бізде де әйтеуір Қазақстан таниды, мұхитты да таниды, мен таниды, Жұманды таниды деген сияқты да. Соны отырып алып, осындай ой келді да. Неге біз деген қазақстанский медиа боецтар болып тұрып, банағы Сатурн сияқты, банағы Адылхон сияқты, Камил Караты сияқтыларды тазарту керек та. Ауыз біршілікпен жиналып, мұхит, мен, Жұман Жұмабеков, тағы да қазақтың медиа боецтары бар, например, ұмытып қалып тұрмын да. Сол бәріміз жиналып, неге соларды тазартпаймыз деймін да. Шығып айырып та кәдімгідей бар ғой, мамалатып. Ішінде Марселі бар, Адылхоны бар, Камил Каратесі бар, бәрін да мамалатып, отырып пытырлатып да. Сондай ой келді енді маған. Это не значит, что мен там мұхитпен бой не хочу, Жұманмен бой не хочу деген әңгіме емес. Я хочу боя. Бізде бой болады. Ол қазақ еліне болады да, ол бой, ол ондай қызық төбелес, ол тек қазақ еліне болады да. Сіздер үшін көрсетеміз да ол шоуды. Бүкіл СНГ-ге емес ол. Қазақ бауырлар, мына нәрсені түсініңдер. Жұман болсын, Мұхит Амантаев болсын, Еркебұлан Тоқтар болсын, орыстармен, орыстың боецтары, өзбектің боецы, там, не знаю, қырғыздың боецы, или шетелде төйлессе де, Жұман мен Мұхит маған соперник болса да, мен по-любому қазақты қолдаймын, достар. Түсіндер ме? Олар маған соперник болса да, мен қазақты қолдаймын. Мұхит біреумен шығып ата ма, Мұхитті қолдаймын мен. Потому что ол өзім қазағым да. Жұман шыға ма, Жұманды қолдаймын да. Так что солай түсіндіңдер, достар. Түсіндер ғой. Бәріміз ауыз біршілік болып, қазақты қолдау керек та. Өзіміз қазағымызды қолдау керек та. Қазақ болғасын. Так что Еркебұлан Тоқтарды жерге алып, жерге салып десемендер, ол спорт болғасын ғой солай да. Ол шығып тұрғанына рахмет айтыңдар. Сіздерге шоу жасап бар ғой. Ол шоуды сіздерді көрмес едіңдер ғой, например. Солай, достар, комментарийға жазыңдар Еркебұланға. Қазақский флаг істеп. Видео салып едім ғой. Қырғыздар, өзбектер, молодцы екен, базар жоқ бар ғой. Көрдіңдер ма? Өздері боецтарын қолдап жатыр да, кәдімгі, ты, анау, мынау, аузына келген ұрып жатыр да. Осылай қолдау керек та, достар. Қазақты осылай қолдау керек та. Страшно, қараңдаршы комментарийда. Айырып жатыр ғой, қырғыз өзбектер деген страшно ғой. Тек фотосын шығарып едім ғой. Болды, біздің жаққа вообще сөйлеме деп тұр ғой. Біздің боецтерге вообще сөйлемеңдер деп тұр ғой. Көрдіңдер ма? Қалай қолдайды? Қарап отырсаң, анан бәрі UFC боецтар емес, мықты чемпиондар емес. Сонда да, өзім чемпион UFC боецтар, чемпиондары болса қалай қолдайды? Вообще қолдайды, вообще страшно. Кәдім алақандай ұстап жүр ғой оларды деген. Солай қолдау керек та, достар. Бір-бірінде жан ашып кәдім бар ғой. Қазақ десе кәдім жан ашу керек та.
молодец енді тоқтамау керек енді жаңа мына ұттым деп келесі ойда тоқтамау керек енді осыны баланы жібермеу керек Ең баштадым да. иә енді қазір сен Қазақ қырғыз бір тұрған мынакей. гонорарың өсті ғой қазір енді соны жібермеу керек сборды дұрыс істеп бүгін сен енді новый звезда болдың ғой енді құласаң бітті да енді құламау керек Иншалла. сондықтан давай ММА-дан шығамын енді. иә ММА-дан шықсаң неден шықсаң да Қазақ осындай сен қалай еңбек еттігін көрдің ғой өзің риза болдың көрді. 2 ай тер төкті енді кестейтін сол өте қуаныштымын давай рахмат желі құтты болсын жеңіс бөлеге біз енді бір бірімізге жау емеспіз ғой сен жеңісің біздің де жеңіс біз де қуанамыз да Қайрат аға, бұл жөн эле спорт. әрине, Еркебұлан мен Марсельдің ортасындағы бұл. хайп сұраған кезде кім жеңеді деген кезде мен айттым ғой пусть победит сильнейший біз бір бірімізге бауырмыз Мынакей қырғыз елім. Фотокамераны мен мынандай малдан Конормен сізді көретілем. Жаңа флагты көтеріп маскалар киіп шығатын ғой. Мынакей. Титов артист болғанымыздан бері көретелі. бүгін енді біз шал болдық енді саған қарайтын боламыз да давай брат сәттілік өмір алма кезек дейсің ғой иә әрине жақсы Иә достар, не ойлайсыңдар, комментарияға өз ойларыңды жазып кетіңдер. Сендермен болған төбелес арнасы барлық қызықтар тек біздің арнада. Арнаға тіркелуді ұмытпаңдар, қошаман. Сау болыңдар.